Sport денсаулық кепілі демекші. Мынау Өзген ауданы Алтыбай ауылынан кішкентай болса да, балаларға спортпенен машығып тұратын мынандай брус орнатып қойдық. Мінекей отырып пресс качать етеді. Және десе міне ғана мынандай заниматься етеді. Және мына турникті да істеп қойдық. Турник енді былайша айтқанда барлық размерге, барлық мына ең бойы кішкентай балаларға, мынау турник кішкентай балаларға, одан сәл үлкендеуіне, одан кейінгі мынау үлкеніне, одан ең үлкеніне мынау турникті қойып қойдық. Қазір балалар жаппай осы жерге келіп ойнап жатыр. Қазір сотовый телефон дегенді көбісі ұмытты. Әсіресе мынау кешке қарата барлығының қолы тиіп, малдарын бәрін жайғап, үйтіп болғаннан кейін осы жерде көп ойнайды. Осы жерде сіз турникке көбірек ойнап тұрасыз ба? Biz albatta bu жерде көбірек турник ойнап тұрабыз, спортқа болған қызығуымызды арттырып, денемізге болған спорт менен машығып әрдайым келебиз. Ушул биздин Казакстандан келген агамыз, сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушул жаштарды спортқа болған қызығуысын арттырдыңыз. Биз үйдө ушулга чейин телефон чукулап жатканбыз, биздин спортко чейин болгон ушул турник бурса менен абдан кызыгуубуз пайда болду. Сизге чоң рахмат. Сен де кеп тұрасың болса турник ойнауға? Ооба, биз эле келебиз. Бизге Казакстандан бир агабыз келген. Бизге мечитте карап болуп жумуш кылат. Енді бұл балалар енді өзінің айтар сөзін жеткізе алмай тұр. Бұл спорт кешені өте балаларға деген үлкен бір пайдасы бар. Енді барлығы келіп осы жерде кешке қарата әсіресе шам мен құфтаның ортасында бүткіл балалар осы жерде өздерінің денсаулықтарын, осы жерде спортқа деген құлшыныстарын осы жерде көрсетіп, бір-біріменен мына турникте, брусте жағы не қылып атады. Енді біздер не дейміз енді? Барлық мешіттерде де осындай азғантай болса да бір турник, және десе осындай брус болса, өте балалар үшін өте жақсы болар еді. Балалардың енді денсаулығы жақсы болғаны барлығымызға керек қой. Балалардың денсаулығы болмаса, о баладан не пайда бар? Қоғамға да, мемлекетке де ешқандай пайдасы болмайды. Енді баланың денсаулығы жақсы болып тұрса, одан үлкен пайда күтуге болады. Мен енді осындай бруспанан нені турникті пәске Өзген Гүзар деген мешітке де құрып кеткем. Сонымен қатар осы жерге де құрдым. Әрине бұл балалардың сондай ойнап атқанына қарап отырып, мен өзім сүйсіне отырамын. Енді мен бұл жағы мынау турниктерімді видеоға түсіріп тұрған себебім, осындай турникпенен брус әр жерлерде, әр мешітте болып тұрса, біздің балаларымыздың денсаулығы деген өте күшті болып қалар еді. Мынандай пресс качать ете аласың ба? Міне жерде пресс качать етуге болады. Көрдіңіз ба, мінекей. Сонымен яғында жаңа көргендеріңіздей ойнауға болады. Мына біреусін төменірек қылдым да, біреусін үстіне тақтай қойып қойдым. Отырып алып, пресс качать ете беретіндей қылып. Мінекей. Ал енді мынау турникті көріп тұрғандарыңыздай әр размерде қылдым. Мынаны сәл бойы ұзындау, одан да ұзындауына қылдым. Мына бойы қып-қысқа, кішкентай балаларға да мынау. Мынау одан бойы ұзынырақ адамдарға. Міне әр размерде турнигіміз бар. Осындай турниктерді әрбір мешітте істеп қоюға кеңес берген болар еді.